Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен той дастарханына арналған красный бархат пирожнилардың рецептісін бөлісетін боламын. Астында тұрған подписаться кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Таза құрғақ ыдысымызға 6 дана жұмыртқа және де қантымызды салып жақсылап миксермен 5-6 минуттай осылай көлемі ұлғайғанша миксерлейтін боламыз. Осылай көлемін ұлғайтқаннан соң бізде ерітілген сары майымызды қосатын боламыз. Барлық құрамын астында тұрған описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден көре аласыздар. Келесі бізде осындай бөлме температурасындағы айранымызды қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң бізде ұн және де ұн қопсытқыш және де қызыл красителімізді қосатын боламыз. Бізде ұнымызды екіге бөліп осылай ситадан өткізетін боламыз. Сосын барып жақсылап араластырып біркелкі теста болғанша осылай миксердің ең төменгі баяу жылдамдығымен миксерлеп араластыратын боламыз. Барлығы біркелкі араласып болғаннан соң соңында бізде керегінше қызыл бояуымызды қосатын боламыз. Бұл бояуды кондитерский магазиндерден таба аласыздар. Және де сіздерге қолданатын красительдің түрі индийский красительді қолдансаңыздар, сіздердің тесталарыңызға әдемі қанық цветін беретін болады. Келесі бізде осылай екіге бөліп, теңдей екіге бөліп аламыз. Бұл бізде бисквиттеріміз теңдей болып, бірдей болып пісіп шығады. Осындай кез келген ыдысқа салып аламыз. Бізде осындай формаға 26-38 форманы алсаңыздар болады, соған келеді. Сол формаға осылай жан-жағын дұрыстап, бір тегіс етіп, бисквитімізді 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Келесі біз кремін дайындайтын боламыз. Бізде 500 грамм творожный сыр және де 150 грамм қант, екеуін жақсылап біркелкі болып араласқанша миксерде араластыратын боламыз. Соңында біркелкі болғаннан соң 33%-тік 450 грамм сливкимізді да қосатын боламыз. Миксердің ең төменгі жылдамдығымен кремдерімізді араластырамыз. Осылай біркелкі болып, креміміз дайын болған кезде тоқтататын боламыз. Міне біздің креміміз дайын. Енді бисквиттерімізді крем жағып жинайтын боламыз. Сізде биіктігі осылай бір жері тегіс болмай шықса, осындай пышақтың көмегімен бисквиттеріңізді тегіс етіп дұрыстап алуымыз қажет. Өйткені біздің бисквитімізді кремдерін жағып жинаған кезде тегіс болмай шығады. Сондықтан міндетті түрде осындай пышақтың көмегімен бисквиттерімізді тегістеп алатын боламыз. Кремдерімізді жағып болғаннан соң екінші бисквитімізді қойып, үстіне келесі бетіне кремдерімізді жұқа етіп жағып шығамыз. Сосын бір түнге қалдырсақ өте керемет болады. Келесі бізде пирожниларымызды жинайтын боламыз. Ең алдымен осы шеттерін бір тегіс етіп алып шығамыз және де теңдей етіп осылай пирожниларымызды кесіп шығатын боламыз. Және де той дастарханына осындай астындағы ыдысына салып ұсынсаңыздар болады. Достар, егер де сіздерге рецепт пайдалы болса және де ұнаса, лайк басып комментарий қалдыра кетіңіздер және астына тұрған подписаться кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Ас болсын!